Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Мына өзіміздің шарбақтың өнімі қып-қызыл алмаларды өткенде көрсеткен едім ғой. Сол алмаларды мен дейтін бәрін езіп, мякоть сок жасап алдым. Одан сосын повидло жасадым, джем жасадым. Содан мынандай песочный тестадан күшті қылып шайға пирог жасаған болатынмын. Дәмі енді вартута еді ғой, кәдімгі дейтін бар. Мен бір полныйдың ортасын кесіп, содан бір жақ бұрышын жалғыз өзім жеп қойдым ғой. Вообще мен айтам ғой, мен вообще фудблогердің несін каналын ашуым керек екен деймін. Міне мынау жасаған джем ғой, қыздар, вообще күшті супер болып шықты ғой, конкретный болып бар ғой. Өзіңнің домашний қолдан еккен бақшаңнан шыққан жасағанға жетпейді ғой. Мынау дейтін соның мякоті, оны мен дейтін банкеге жауып тастадым, қыста дейтін үстіне су қосып балаларға беремін. Күшті болып шықты енді дәмі дейтін. Енді мына джемна дейтін рогалики, любой затты алып пісіре берем бұйырса, ал бізге ас болсын.